Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге ең оңай торт тирамису тортын жасайтын боламыз. Ал кеттік, тек позитив. Бізге керек заттар 500 мл кофе, 500 мл сливки, 200 грамм сахарная пудра, 500 грамм маскарпоне және тирамисуға арналған савоярди печеньелары. Ең алдымен ыдысқа сливкиді құямыз. Сливки 33%, немесе 35% міндетті түрде холодильниктен шыққан болу керек. Одан кейін үстіне сахарная пудра салып, бір текті массаға дейін араластырамыз. Енді маскарпонені салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Міне бізде осындай қою крем шықты. Енді оны кондитерский мешокқа саламыз. Енді бізге тортымызды жинақтау үшін 20 сантиметрлік форма қажет. Бірақ менде ондай диаметрдегі форма жоқ болғандықтан мен оны қағаздан жасап алдым. Форманың ішкі жағынан дөңгелектеп кремімізді жағып алып, печеньеларымызды кремге бекітуге кірісеміз. Міне осылай дөңгелектің бойымен тұрғызып қойып шығамыз. Енді тортымыздың ішкі бөлігін құрастыру үшін біз печеньеларды кофеге салатын боламыз. Кофені былай дайындаймыз. 500 мл қайнаған суға 4 шай қасық кофені салып араластырамыз және суытамыз. Кофе міндетті түрде обычный кофе болу керек, 3 в 1 кофе болмайды. Печеньеларды 1-2 рет қана кофеге салып тізіп шығамыз. Печеньеларымыз кофеге батырғаннан кейін өте жұмсақ болып кетеді, сондықтан 1-2 рет ақ батырыңыз. Міне бірінші қабат печеньеларымызды салып шықтық, енді оның үстінен крем жағамыз. Дәл жаңағыдай печеньелар біткенше қалған қабаттарды дайындаймыз. Ең жоғары қабатқа кремді жақтық. Кремді бүйірде тұрған печеньеларға тигізбей жағамыз. Енді елекпен какао ұнтағын тортымыздың бетіне сеуіп шығамыз. Қағаз форманы алмай тұрамыз. Тортымыздың бетін жауып, холодильникке 3 сағатқа қойып қоямыз.
Тортты холодильниктен алдым, какаомыз кішкене сіңді. Енді үстіне қайта какао ұнтағын сеуіп шығамыз. Енді қағаз форманы алып тастауға болады. Міне бізде осындай өте әдемі, жұмсақ, қарасаң көз тоймайтын тирамису тортымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Егер видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк қойып, коммент қалдыруды ұмытпаңыз. Каналдағы жаңа шыққан видеоларды жіберіп алмау үшін колокольчикті басып қойыңыз. Сіздерге тағы бір жаңалығым бар. Менің сіңілім YouTube'да өз каналын жүргізіп жатыр. Ол жақта өте қызық видеолар, өте қызық контенттер бар. Соған кіріп, лайк басып, коммент қалдыруды ұмытпаңыз. Осы видеоның астында каналдың сілтемесін қалдырамын. Міндетті түрде кіріп тіркеліңіз. Алинка Дорами сіздерді күтеді. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!